Саламатсыздар ма, білім алушылар? Мен Жекенова Айнагүл Жақсыбаевна, Ыбырай Алтынсарин атындағы мектеп-лицейінің тарих пәнінің мұғалімімін. 6-шы сынып Қазақстан тарихы. Сабақтың тақырыбы Қазақстан аумағындағы ұлыстардың құрылуы. Шыңғыс хан қайтыс болғаннан кейін моңғол аттарының тұяғы тиген жерлердің барлығын өздеріне қаратып алу жалғасын тапты. Шыңғыс хан өзінің 4 ұлына ұлыс ретінде жерлерді бөліп берді. Осылайша Қазақстанның аумағы моңғолдың 3 ұлысының құрамына кірді. Моңғол империясының 4/1 бөлігін жошы ұлысы құрды. 1235 жылы құрылтайда бағынбаған халықтарды жою мәселесі талқыға салды. Моңғол ханның ұлы ханы Үгедей. Үгедейдің тұсында батысқа жорықты басқару Батуға тапсырылды. Жошы ұлысының ханы болып, жошының 2-ші ұлы Бату болды. Ол өте ақылды болғаннан соң, оны қыпшақтар Сайын хан деп атайды. 1236-1242 жылы, яғни 7 жыл 150 мың әскермен шабуылға шығады. Сол жорықтың нәтижесінде Еділ мен Дунайға дейінгі аймақты алады. Бату 1236 жылы жошының территориясын Еділден Дунайға дейін кеңейтті. 1236-1242 жылы Бату ханның жаугершілік соғыстары Евразияның саяси картасын өзгертті. Ұлы даланың бұл кеңістігі бір ғана жошы әулеті иеліктерінің құрамына енді. Алтын Орданың басты бөлігін түркі тайпаларынан, яғни қыпшақтар құрады. Алтын Ордада моңғолдар аз болды. Қазақстан жерінде моңғолдар 14-ші ғасырда толықтай түркіленді. Астанасы Сарай Бату болды. Қазіргі Астрахан кейінірек Еділдің жоғарғы бойында Сарай Беркеге көшіріледі. Батудан кейін оны інісі Берке хан 1257-1266 жылдары билікке келді. Ол хандардың ішінде бірінші болып ислам дінін қабылдап, моңғол орталығының тәуелсіз саясат жүргізе бастады. Оның тұсында қала құрылысы қарқынды жүргізіліп, жаңа орда Сарай Берке қаласын салдыртты. Беркенің тұсында Алтын Орда мен Египет сұлтаны Бейбарыс арасындағы байланыс күшейе түседі. 13-ші ғасырдың 60-шы жылдардан бастап жошы ұлысы жалпы империялық орталықтан бөлініп, әлемдегі ең ірі, бай, дербес мемлекетке айналды. Алтын Орданың саяси дербестігі Бату ханның немересі Мөңке Темір 1266-1280 жылдары билік етті. Ол жошы ұлысын билеушілерінің ішінен бірінші болып, өз атынан теңге соқтырып, жарлықтар шығарды. Жошы ұлысы 2-ге бөлінді: оң қанат және сол қанат. Оң қанат және сол қанатқа бөлінуі Батый хан билеген кезде де жалғасын тапты. Оң қанатта Бату Алтын Орда мемлекетін құрса, ал сол қанатта ағасы Орда Ежен иелігінде болды. Сол қанат шығыс Дешті Қыпшақ пен Сырдария алқабындағы жерлерді алып жатты. Осылайша Алтын Ордада Орда Ежен, Шайбан ұлысы деген ұлыстар құрылды. Бату ұлы ханға бағынды. Ұлы хан Шыңғыс ханнан кейін 3-ші ұлы Үгедейдің қолында. Үгедей қайтыс болғаннан кейін билік Төле әулетінен Мөңкенің қолына өтеді. Мөңкеден кейін таққа талас арқасында 1269 жылы Шыңғыс хан мемлекетті жойылды. Алтын Орда тәуелсіздігін өз қолына алды. Мемлекеттің басқару жүйесіне келетін болса, ең бірінші ханнан кейін Беклербек болды. Әскерлердің бас қолбасшысы, сыртқы саясат басшысы деп саналды. Диуан, атқарушы биліктің органы, салық жинауды, ішкі саясатты басқарды. Уәзірлер диуан басында тұрды. Азаматтық істі басқарушылар салық жинауды іске асыратын басқақтар болды. Басқару қызметін атқарды, әскери бақылау жүргізді. Барлық аумақта орта құқықтық ережелер Шыңғыс ханның жасақ заңын басшылық қалды. Ислам ықпалының күшеюіне байланысты мұсылман құқығы шариғат біртіндеп ене бастады. Алтын Орда Өзбек хан 1312-1342 жылдар және оның ұлы Жәнібек хан 1342-1357 жылдары гүлдене бастады. Өзбек хан 1312 жылы исламды Алтын Орда мемлекетінің ресми діні етіп бекітті. Нақ осы Өзбек хан билік еткен жылдары деректерде алғаш рет Өзбек мемлекеті деген сөз тіркесі пайда болды.
Өзбек хан керуен саудасының дамуына да көп көңіл бөлді. Орда Батыс Европа, Кіші Азия, Мысыр, Үндістан, Қытай елдерімен қызу сауда жүргізді. Отырарды 13 ғасырдың 30 жылдарының өзінде ақша сарайы жұмыс істеді. Бұл сарай 3 түрлі теңге алтын, динар, күміс дихремдер, мыс фелістер шығарды. Алтын Ордада нәубет кезеңі 20 жылға созылған дүрбелең жылдары бірінен кейін бір 20-дан астам хан ауысты. Осы саяси кикілжің барысында жошы ұлысы аумағында бір қатар тәуелсіз иеліктер құрыла бастады. 14 ғасырдың екінші жартысында Алтын Ордадан бөлініп, Орда ежен Ақ Орда ұлысын құрды. Жошы ханның екінші бір ұрпағы Тоқтамыс Әмір Темірдің көмегімен Алтын Орданың билігін алған. Тоқтамыс 1382 жылы Мәскеуді басып кіріп, қаланы өртеп жібереді. 1389, 1391 және 1395 жылдары 3 жорық нәтижесінде Әмір Темір Алтын Орданы талқандады. 15 ғасырдың 50-70 жылдарында Алтын Орда мемлекеті толықтай құлады да, оның иеліктері орнына бірнеше жаңа түркі мемлекеттері Ноғай Ордасы, Қырым, Қазан, Астрахан, Сібір хандықтары құрылды.